Мұғалім болу айтуға оңай болғанымен, нағыз ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермейтін шындық. Ұстаз жолы қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандықтың төресі десек болады. Осы бір ұлағатты мамандықтың ыстығына күйіп, суығына тоңып, абырой мен бақыт тауып жатқан жандарды шын бақытты деуге болады. Сондай бақытты жандардың бірі және бірегейі Тасболатова Айша Ақсұлтанқызы. Айша ханым 1996 жылдан бері Алматы облысы Іле ауданы Өтеген Батыр ауылындағы Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 13-ші орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жемісті еңбек етті. Кішкентайынан мұғалім болуды армандаған ол мектеп бітіріп Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Ұстаздық жолында 40 жыл аянбай еңбек еткен ұстаз әр оқушысын, әр шәкіртін күліп еске алады. Шәкірттерді тәрбиелеп, еңбегі ұшан теңіз болған ұстаз қадірлі де асыл ана, бүгінде зейнеткерлік жасқа жетіп, құрметті демалысқа шығып, асыл уақытын немере бағуға арнап отыр. Айша ханым мектеп қабырғасында өткізген жылдарына еш өкінбейді. Себебі мұғалім болу Айша ханымның жүрек қалауы. Ардынан ерген жас буынға да Айша Ақсұлтанқызының берер кеңесі сол: мамандықты жүрегінің қалауымен таңдау керек. Мамандар енді әркім өзінің жүрегінің қалауы бойынша таңдайды. Мен сабақтан қайтқан жоқ, басқа жұмыс істей алмайтынымды білдім. Мен мектеп екен менің өмірім. Енді мен айтам жастарға, өзінің жүрегінің қалауына бару керек, жұмыстан қанша жұмыс көрсе де қайтпайды жұмыстан. Өзінің жүрегімен жүру керек адам әркім.